Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді үгілмелі самса жасайтын боламыз. Ол үшін осы видеоның соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен електен өткізілген ұнымыздың үстіне жұмсақ сары майымызды салып, жақсылап қолымызбен араластырып, үгілмелі ұнтақ жасаймыз. Мен барлық ингредиенттердің құрамын осы видеоның астындағы описание бөліміне жазып кетемін. Және де менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Міне осылай қолымызбен үгілмелі ұнтақ жасап алдым. Енді ортасын осылай ашып, ішіне бір жұмыртқа және тұзымызды, 20% қаймағымызды салып, жақсылап араластырып, соңында қолымызбен араластырып, бір келкі жұмсақ қамыр илейміз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді дайын қамырымызды қаптап, кемінде холодильникке 15-20 минутқа салып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Менде салмасына тартылған ет және ұсақтап туралған пияз, үстіне сұйық майымды және қара бұрышымды, тұзымды қосып, жақсылап араластырып аламын. Міне менде салмасы дайын болды. Ендігі кезекте қамырымызды алып, осылай 11 бөлікке бөліп алдым. 43-44 граммнан шықты. Көз мөлшерімен бөлсеңіздер де болады. Менде 11 бөлік шықты. Осылай барлығын бір келке етіп бөліп, ең соңында домалақтап алдым. Міне осылай домалақтап барлығын тарелкаға салып, бетін жауып, шетінен алып отырып жасадым. Мен сіздерге көрсетейін. Міне қамырымызды осылай қолымызбен басып, оқтаудың көмегімен жайып, ішіне салмасын саламыз. Қатты жұқа қылып жаймаңыздар. Мен сіздерге осы жерін асықпай көрсеттім, сіздерге түсінікті болу үшін. Міне осылай салмасын салып, енді екі шетін осылай қолымызбен жақсылап біріктіріп аламыз. Ашылып кетпеу үшін. Жақсылап біріктіріп алыңыздар. Қамыр жұмсақ, әрі шамалы қолға жабысқыш болады. Біріктіріп болған соң осылай шетін өріп шығамыз. Маған осылай қойып істеген ыңғайлы. Сол себепті осылай жасадым. Бұлай жасай алмасаңыздар, 3 бұрыш етіп жасасаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз. Міне осылай жасадым. Енді екінші қамырымызды алып, тағы да дәл солай жасап шығамыз. Осыған жайып, салмасын салып, жаңағындай қолымызбен екі шетін біріктіріп, шетін қойып, осылай өріп шығамыз. Және де самсамыздың бетіне бір жұмыртқаны жарып, осылай жағып шықтым.
Мен 2 қайтара жағып шықтым. Және де бетіне кунжут септім. Кунжут сеуіп болған соң, қызып тұрған пеште 180 градуста 45-50 минут көлемінде беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне менде пісіп шықты. Өте дәмді, жұп-жұмсақ, менің балаларыма сондай қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Ас болсын!